Егер сенің біреуге деген ашу, жек көру, қызғаныш және ренжу сезімің болса, есіңде болсын, оның зиянын тек өзің ғана көресің. Сенің өмір сүру ғұрпың айналаңдағы жағдайларға байланысты болса, бұл қате. Алдымен жай ғана өзіңнен сұра. Өмірде не қалайсың? Міне, осыдан кейін сол бағытқа қарай жол жүр. Әрбір қиындықта сенде екі таңдау бар. Бірі жеңіп мақсатқа жету, екіншісі өмір бойы жаралы болып қалу. Өз болашағыңа алаңдама, оның орнына бүгініңді түзе, сонда болашағың тамаша болмақ. Құрметті тыңдарман, арнамызға жазылып, қазақ тілді арналардың дамуына үлесіңізді қосыңыз.